Бәріңізге ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге Қазақстан тарихы арнасы. Бүгін біздер атақты қолбасшы және батыр Бөгенбай батыр туралы айтатын боламыз. Ал ендеше арнамызға кіріп тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де осы видеоның астындағы лайкты басып жіберіңіздер. Бұл сіздерге оңай, ал бізге видео түсіру қиын. Сондықтан достар, еңбегімізді бағалап, арнаға тіркеліп лайк басайық. Халықтың ұлтарақтай жерін жауға бермей, қызғыштай қорғаған халық қорғаны, халықтың сүйікті ұлдарының бірі, батырлар әулетінің ұрпағы Бөгенбай батыр 1690 жылы Бөген өзенінің жағасында дүниеге келіпті. Ұлы атасы Әлдеубек еңсегей бойлы Есім ханның атақты батырларының бірі болған. Әлдеубектің баласы Ақша батыр Тәуке ханның 80 мыңдай қолын бастаған сардар екен. Бөгенбай 1708 жылы 18 жасында 30 мың қолға қолбасшы болып, қазақ елінің берекесін алып, құтын қашырған қазақ орыстарды талқандап, еділден ары асырып тастады. 1710 жылы Қарақұмда бүкіл қазақтың құрылтайы өткені белгілі. Құрылтайға қатысушылардың бір тобы тағдыр талқысына көніп, жоңғар қалмақтарына бағынуды жөн көрді. Басқалары үй күйін тастап, деп жазады Гвардовский. Еділдің сыртына көшіп барып жан сақтағысы келеді. Ал енді біреулері қоян сияқты жан-жаққа бытырап кетпекші болды. Талайы толқып жүрді. Бірақ сол кезде ерлігімен әйгілі болған ру басы батыр Бөгенбай мұнандай әрекеттердің бәріне тыйым салды. Ал достар, осымен біздің видеомыз соңына жетті. Біз видеоның соңына үмбет жыраудың Бөгенбайдың өліміне жазған жырын қалдырдық. Ал сол тексті қарап жаттап алуларыңызға болады достар. Кім едім, қазақ деген ел едім, қанжармен